достар, бүгін мен сіздерге өзімнің өз қолыммен жасалған жаттығу залымды көрсететін боламын. Олай болса кеттік. Міне достар, ең бірінші мен сіздерге көрсететінім бұл менің штангам. Свободный веске арналған, кез келген салмақ салына береді. Бұл штанганың блиналарының барлығы цементтен жасалған. Ол туралы видеоның ссылкасы описанияда болады. Міне, осы штанга ортасы стальной арматура, сырты трубамен қапталған. Блины былай-былай өтіп кетпес үшін болт бар еткенбіз, оны болгаркамен ташып етіп білдіртпей тастағанбыз. Білінбейтін еді. Осы келесі менде ол белдік. Ауыр салмақтағы ауыр жаттығулар жасалғанда белге нагрузка түспес үшін, белге зақым келмес үшін белдік тағылады. Бұл белдікті мен машинаның ременінен жасағанмын. Осы секілді және тағы да басқа становый тяга, тағы тұрып жасалатын тағы басқа жаттығуларда осы белдік қолданылады. Сол үшін белдікті әдейі жасаған болатынмын. Штанганың блины былай-былай өтіп кетпес үшін оны трубаға гайка бар етіп, оны қысатын етіп істедім. Және де бұл менің лямкам. Ауыр салмақтағы жаттығуларды жасағанда қол шығып кетпес үшін арнайы жасалынған лямкам. Өте ыңғайлы. Және де осы қысқышты алып, менің Z-грифіма саламыз. Бұл Z-гриф. Бұл туралы видео менің каналымда жоқ, бірақ басқа Сергей Мазуриннің видеоның описаниясында болады. Төменде ссылкасына кіріп көрсеңіздер болады. Жаңағы қысқышымыз осы Z-грифқа да келеді. Барлығының размері бірдей. Бұл Z-грифпен жасалынатын жаттығулар. Және мынандай жаттығу, тағы да басқалары. Бұл Z-грифтің қисайған себебі шынтаққа нагрузка аз түседі. Келесі бұл менде гантель. Бұны жасаған туралы видео менің каналымда бар. Оның да ссылкасы төменде болады, описанияда. Соны кіріп қарасаңыздар болады. Бұндай гантельдің менде екеуі бар. Біреуі жеңіл веске, біреуі ауыр веске арналған. Бұл осы гантельмен жасалынатын жаттығулар ыңғайлы екенін көрсету үшін түсіргенмін бұл жерін. Және де бұл менде брусья. Осы брусьяға мынандай тренажер орнатылған, мынандай дөңгелек. Былайынан арматурамен былай салынатын етіп, алынып салынады, оңай алынып, оңай салынады. Және де мына жерге бір уголик байлағанмын, жай жіппен. Осы дөңгелектің бойымен жіп өткізіп, мына жақтағы блинныйды ілеміз. Ілген соң, мына жіпті өткізіп, мына жақтағы дөңгелектен өткіземіз. Бұл жақтағы дөңгелек алынып салына береді. Оңай шешіліп, оңай салынуға арналған. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Міне осыған ілінетін құралдары, міне мына жіп, ішін цементтеп тастаған, сырты прелістің сырты. Тағы труба. Міне осы заттармен жасалынатын жаттығулар. Бұл жаттығуларды білетін боларсыздар. Жіп артығымен салбырап тұрған себебі, бұны мен әртүрлі жаттығулар жасағанда ұзартып қысқартамын. Сол себепті жіпті стандарт қылып кеспегенмін.
әр кезде әрқалай. Міне мынау жіппен тартқаным. Кәдімгі қолда бар заттардан тренажер. Міне осындай жаттығулар жасалынады. Және де менде турник. Бұл турникте тартылудан басқа да нәрселерге қолданғанмын. Міне бұл турникке де тағы осындай дөңгелек. Одан да жіпті өткізіп, астына салмақ ілеміз, яғни штангының длиннығын ілеміз. Және де крыльяға және трицепске тағы да басқа жаттығулар жасауға болады бұл тренажерда. Бұда да міне жіп артығымен байланып тұр, себебі мен оны регулировка жасауым керек, сондықтан оны кеспегенмін. Және де трицепске және жіппен бұл турникте міне екі штанга ілетін ағаш орнатылған, біреусі төменде, біреусі жоғарыда. Жоғарыдағысы бұл тұрып орындалатын жаттығуларға, ал төмендегісі жим лежаға жатып көтергенге арналған. Міне отырып тұрғанға және штанганы аспанға көтергенге. Осы және тағы да басқа жаттығулар жасауға арналған, тұрып орындалатын, ал төмендегісі жатып көтергенге штанганы. Келесі менде бағанағы брусья, тренажерсіз барлығы алынғаны. Келесі менде штанганы осылай жасағанмын, бағанағы треугольник темірмен осындай крыльяға арналған жаттығу жасауға болады. Және де менде резина, бұл резинаны кроссоверге және де разминкаға арнап алғанмын. Міне осындай үш темір кроссовердің орнына әзірге групптың тренировкасынан кейінгі группты соңына дейін жартып бітіргенше. Мынау енді универсальный скамья. Бұл скамьяда барлығы жасалына береді. Осылай көтеру, бұлай көтеру, пресс. Бұл жерде көрпе не үшін десеңіздер, сырты қапталмаған, менде крыша жоқ, сондықтан да солай жасалынған. Және де осы пресс жасауға арналған. Тағы да басқа жаттығулар. Міне осы барлығы. Мені темір гантель бұлар түсірмедім. Бұлар осыған дейін осы екі жалғыз гантель бар еді. Оның алдында штангілер жоқ кезде баклажка байлап көтеріп жүретін. Міне стол, брусья, турник,
Мына жерде жана тренажер бар, мына жерде де тренажер бар. Міне стол универсальный. Мына дәу длинныйлар 20 килолықтар мен 25 килолық. Нақтысын білмеймін, бірақ жобам естігенде сондай болу керек. Міне осы менің залым. Қолдан жасалған.